Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге селен микроэлементі жайлы ақпаратпен бөліспекшімін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Селен адам ағзасы үшін өте қажетті микроэлементтердің бірі. Ол антиоксидантты, иммундық қызметке және детоксикация қызметіне қатысады. Селен жүрек қан тамырлар жүйесін реттеп, зат алмасуына қатысады және жүйке жүйесінің тұрақты жұмыс жасауын реттейді. Селенді басқаша өмір элементі немесе жасару элементі деп те атайды. Себебі ағзадағы қауіпті заттарды, яғни артық заттарды және клеткаларды ыдыратып отырады, яғни рак клеткаларын да ыдыратып отырады. Селен ағзадағы қалқанша гормондары мен иодтың мөлшерін реттеп отырады. Селеннің әйел адамдарға пайдасы: егер бала көтерсе, баланың дұрыс дамуына әсер етеді. Түсіктің алдын алады және менопауза, яғни климаксты баяулатады. Ал ер адамдарға пайдасы: тестостеронның бөлінуіне қатысады және простата қатерлі ісігінің даму қаупін төмендетеді және ұрық жасушаларының ұрықтануға мүмкіншілігін жоғарылатады. Егер ағзада селен жетіспесе, жүрек қан тамыр аурулары өршіп, иммундық жүйе әлсіреп, ерлерде ұрықтану төмендеп, онкологиялық аурулар өршиді. Селен жетіспеушілігінің негізгі симптомдары: шаршағыштық, невроз, жиі ОРВИ-мен ауыру, көрудің төмендеуі, жаман холестериннің санының артуы және бұлшықеттегі ауру сезімі. Селенді тамақтан жеткілікті мөлшерде ала алмасаңыз, қосымша қабылдауға болады. Бір күндік мөлшері 50-60 микрограммды құрайды. Бірақ тұрақты түрде ішуге болмайды, себебі улану жүру қаупі бар. Стандартты курсы 1 айды құрайды. Егер селенді қабылдаған соң жүрек айну, құсу және де ауыздан чесноктың иісі шығатын болса, селенді қабылдауды тез арада тоқтатқаныңыз абзал. Себебі бұл белгілер селен мен уланудың белгілері. Селенге қандай өнімдер бай? Бразилия жер-жаңғағы, бауыр, балық және теңіз өнімдері, күнбағыс дәні, асқабақ дәні және де ет. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.